Сәлем қыздар, бүгін кешкі асқа менімен бірге жайма тағамын дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Ендеше кеттік. Ең әуелі ұнға тұз себеміз, бір жұмыртқа қосамыз және бөлме температурасында тұрған суды қосамыз да араластырып, одан кейін қолымызбен жақсылап басып илеп, сәл қаттылау қамыр шығарамыз. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, қапшыққа салып, иін қандырып 5-10 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді қазанымызға май құйып, сақтап туралған пияз, қызанақтарымызды салып, қызартып, қуырып пісіріп аламыз. Содан соң етімізді саламыз. Етімізді де артық суы тартылғанша 5-10 минуттай қуырамыз. Артық суы тартыла бастаған соң дәміне қарай тұз, бұрыш, паприкасын себеміз, жақсылап араластырамыз. Содан соң суын құйып, баяу отқа етіміз толықтай піскенше күтеміз. Енді жаңағы иін қандырып қойған қамырымызға сәл ұн себе отырып, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Үстіне сұйық май жағып шығамыз да, оның үстінен ас көктерімізді жағамыз. Осылай сақтап тұрған ас көктерімізді жағып, дәл видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп, рулет секілді барлығын бір-бірден орап шығамыз. Осы уақытта біздің етіміз де дайын болып қалыпты. Қазанның қақпағын ашып, сақтап тұралған сәбіз, картоп, тәтті бұрышымызды саламыз. Тағы да дәміне қарай тұз бұрышын сеуіп, суын құйып, отымыз бұрқылдап қайнағанша қызуын жоғарылатамыз. Қазанның қақпағын 15 минутқа қалдырамыз. Қақпағын ашып, оттың қызуын төмендетіп, баяу отта жаймамызды салып, 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің асымыз дайын. Ас болсын.